Баршаларыңызға сәлем бердім. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Мен бүгін үйдегілерге арнап таңғы шайға кекс жасайын деп жатырмын. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік ыдысымызға 1 стакан айранымызды, 1 стакан шекерімізді, 2 жұмыртқамызды, жарты стакан сұйық майымызды және разрыхителімізді қосып, енді жақсылап араластыратын боламыз. Әдемілеп жақсылап араластырамыз. Қасықпен де араластырсаңыздар болады, миксермен де араластырсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Осылай тез-тез жақсылап араластыратын болсаңыздар, кекстеріңіз көтеріліп, үлпілдек болып шығады. Тез әрі оңай жасалатын болғандықтан, аптасына жасап тұрамын. 30 минутымызды алады. Біз отбасымызбен жақсы көріп жейтін тәттіміз. Міне жақсылап араластырылды. Енді ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды бірден салып жүрмейміз. Осылай бөліп саламыз. Міне ұнымызды салып болдық. Енді жақсылап араластырамыз. Bir қалыпты масса шығу керек. Осыдан кейін қалған жартысын салып, тағы да қатты қою болмау керек, қатты сұйық болмау керек, орташа қалыпқа келтіргенше өстіп бөліп салатын боламыз. Сонымен қатар, кексіміз әртүрлі болып шығу үшін ұнға какао қосып жіберсеңіздер, қоңыр кекс болып шығады. Және мак, мейіз қосып жасай берсеңіздер болады. Өте әдемі, керемет болып шығады. Сонымен қатар қонақтарыңыз да риза болып кетеді. Дәмі өте керемет, күшті болған соншалықты сіздерге рахметін айтып кететін болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Біздің каналымызға тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыздар, сіздерге апта сайын рецепттерім шығып тұрады. Міне осындай қалыпқа келу керек. Енді кекстің формасына салып, кексімізді дайындайтын боламыз. Енді міне кекстің формасына алып, 1 қасық начинкамызды салып, оның үстіне мейіз, шоколад, болмаса жаңғақ қосып, қайтадан 1 қасық салып, осылай кексімізді әрлейтін боламыз. Сіздер орталарына тек қана жаңғақ, тек қана мейіз қосып, болмаса тек қана шоколадный қылып істесеңіздер болады. Міне бүкіл формамызға құйып алдық. Енді 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне кексіміз дайын болды. Менің формам гүл пішінді болғаннан кейін теріс аударған кезде гүл болып шықты. Өте әдемі, керемет, жұмсақ болып шықты. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздерге ас болсын.